Ай, бәрекелді. Алла деп елдің амандығын тілеп шыққан Аллаштың азаматына деген бір қошемет болсын, ардақты ағайындар. Той құтты болсын деп қояйық. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Асқар асқар таудай болған әкелер, ақ жаулығы желбіреген, бір қолыменен әлемді, бір қолыменен бесік тербеткен алтын құрсақты алтын аналар. Тепсе темір үзетін бір ғасырда бір туар, қашанда жақсылықтың жаршысы болатын қадірлі де құрметті ағалар, ошағының түтінін түтетіп бесігін тербететін әулетіміздің әзіліңді көтеретін құрметті жеңгелер, амансыздар ма? Бүгін міне қақпасы қағылмаған, есігі жабылмаған, дастарханы жиылмаған, қонағы тиылмаған, аузында Алла, жүректі иманы бар, ошағынан қазаны, шоғынан шәугімі түспеген, керегес кең, терезесі тең, қарапайымдылықты қару тұтатын, тектілікті ту тұтатын, шанышқылы ішіндегі аранша елінде, Алтыбаевтар әулетінде Мараттай ағамызбенен Айнагүлдей жеңгеміздің шаңырағына шат қонып отқан жайы бар ардақты ағайындар. Ер жігіт болар азамат, азамат мінер қазанат десе, бүгін міне Аллаға шүкір бір ұлын атқа қондырып, ағайын туысқанды жинап, Абылайханның ағардас тектес тату мейрамханасында даладай дастархан жайып, бәрімізді жақсылыққа түйістіріп жатқан жайы бар екен. Бүгінгі тойларын құтты болсын деп ағайындар, Мәкең менен жеңгемнің құрметіне бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздаршы. Жасаудамыз дүрмек той, қолымызға сүндет той, қазағымен міндет қой, құтты болсын сүндет той деген ардақты ағайындар. Бүгін міне сүндет той деген мұсылмандық ол тазалықтың белгісі десек, инабаттылықтың белгісі десек, сондай қазақтың салтын, дәстүрін жалғап, Марат ағам өзінің әкелік парызынан құтылып, Ернардай ұлын атқа мінгізіп жатқан жайы бар екен ардақты ағайындар. Енді әрбір қазақтың ұлдары текті елден шығады ағайын. Бүгін дәл сондай текті әулеттен шығып жатқан біздің Ернар ұлымыз атқа қонып жатса, ел билейтін халықтың азаматы болсын, таққа мінген ұлан асыр қуанышын көрейік деп ағайындар, Ернарымызға да бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздаршы.